Қайырлы күн, құрметті достар. Қазіргі таңда жасөспірімдердің арасында өте өзекті болып жатқан мәселелердің бірі ол буллинг. Буллинг ол ағылшын тілінен аударғанда кемсіту, қорлау деген мағынаны білдіреді. Негізінде барлығы буллинг тек мектептің ішінде ғана болады деп ойлайды. Негізінде ол мүлдем олай емес. Буллинг кез келген ортада болуы мүмкін. Мысалы, жұмыста, оқу орнында, ата-ананың балаға көрсеткен буллингі және ғаламтордағы кибербуллинг. Енді дәл осылардың барлығын кеңінен түсіндірер болсақ. Мүгедектігі бар адамға қарсы буллинг. Мүгедектігі бар адамға қарсы немесе аутизммен ауыратын адамдарда буллинг жиі орын алады. Мұқатушы адамдардың ерекшеліктерін айтып кемсітеді. Әскердегі буллинг, әскердегі ұру, мұқатып кету де буллингке жатады. Релацион буллинг дегеніміз бұл әлеуметтік агрессия деп те аталады. Ол бір адаммен жақын қарым-қатынас жасау арқылы оған зиян келтіру, оны кемсіту, қорлау. Ол ұзақ уақыт мерзімінде, мысалы ол адаммен жақын қарым-қатынас жасау арқылы бір ай мерзімінде немесе бір апта мерзімінде де болуы мүмкін. Буллинг дегеніміз интернет, яғни ғаламтор желілері арқылы көрсетілетін әлімжеттік